Адам мен құлтемір. Заманауи ертегі. Жақында. Ешкі жүні хақында. Айтайын десем бөрте жоқ. Көбі өтірік екен расында. Қырғауылдың да жүні жалған екен. Құйрық жүні де боялған екен. Жапа тармағай бәрі не күйге түсті десек. Жасанды зият интеллект пайда болған екен. Жалпы алғанда технология ұшып кеп, барлық салаға бақыт құсындай қонған екен. Сол кезде Нұрәмір деген бір жас жігіт өмір сүреді. Ол кішкентай кезінен компьютер ойындарына әуес болып өседі. Нұрәмір күндерінің көбін виртуалды әлемде өткізіп, нағыз өмірден алыстап бара жатқандай сезінеді. Бір күні ол ойнайтын жаңа ойынға жаңарту пайда болыпты. Сол сәтте ойынға кіріп, өзін бұрынғыдай жалғыз емес екенін байқайды. Ойында ерекше бір интеллект пайда болады. Ол өзін ақыл деп таныстырып, Нұрәмірдің жаңа досына айналады. Ол өте ақылды әрі күшті. Тіпті Нұрәмірдің әр түрлі сұрақтарына жауап беріп, онымен ойын ойнап, тіпті үй жұмысына көмектеседі. Уақыт өте келе Нұрәмір мен ақыл арасындағы достық күшейе түседі. Нұрәмір үшін ақыл тек қана интеллект емес, ең жақын досына айналады. Олар бірге көп уақыт өткізіп, әр түрлі ойындарға саяхат жасайды. Бірақ Нұрәмірдің ата-анасы баласының компьютер ойындарына тым көп уақыт бөліп жатқанына алаңдап, оған нағыз өмірге қайтуға кеңес береді. Нұрәмір ата-анасының айтқанына құлақ асып, компьютер ойынын ойнауды азайтады. Бірақ ақылдай жасанды интеллектсіз өмір сүру оған қиынға соғады. Ол ақылды сағынып, онымен қайтадан қауышқысы келеді. Бір күні Нұрәмір кітапханаға барып, құлтемір, робот құрастыру туралы кітап оқып, бір қызық ойға келеді. Яғни, құлтемірді өзінің қолымен жасап, оның ішіне әлгі ақыл деген жасанды интеллектті енгізіп көруге шешім қабылдайды. Сөйтіп, ол ғаламтордан, интернеттен, құлтемір жасау туралы көптеген ақпараттар жинап, үйде кішкене зертхана жасайды. Ол күні-түні үйде отырып, құлтемір жасаумен айналысады. Ұзақ еңбек етудің арқасында Нұрәмір өзінің арманына жетеді. Ол құлтемірді жасап шығарады. Ішіне ақыл деп аталатын әлгі жасанды интеллектті енгізеді. Нұрәмір енді компьютер ойынына тәуелді болмай, өз қолымен жасаған роботымен бірге көптеген қызықты нәрселермен айналысатын болды. Өйткені ақыл тек сөйлеп қана қоймай, қимылдай алады. Ал Нұрәмір болса, ақылмен бірге ғылыми жобалар жасап, қоғамға пайдалы істер атқарады. Нұрәмірдің өмірі мүлде өзгереді. Ол енді тек виртуалды әлемде ғана емес, нағыз өмірде де өзін бақытты сезінетін болды. Авторы Нұрсұлтан Әмірбек. Оқуға арналған сұрақтар. Нұрәмір мен құлтемірдің арасында қандай достық орнады? Нұрәмір неге компьютер ойыннан шаршады? Нұрәмір неліктен өз қолымен робот жасауға шешім қабылдады? Бұл ертегіден қандай сабақ аламыз? Бұл ертегі балаларға технологияның пайдасы мен зияны туралы ойлануға, сондай-ақ өз қиялдарына жету үшін еңбек ету керектігін түсінуге көмектеседі.